Iya, ол кісі біздің көшенің басында тұратын. Сақалы дөңгелене біткен, қияқ мұртты, қыр мұрынды, сәл сымбатты. Қысқасы түрі киноға сұранып-ақ тұр. Өзінің мачо екенін біледі қу бәле. Әдемі қыз келіншек көрсе, сумаң етіп, сол маңнан табылатын. Не керек? Сол шал бір күні өлді. Қайтыс болды, қайтты деп, қайырды өлімге ұқсатқым келмейді. Өлді. Иә, өлді. Қабірге қоятын сәтте келді. Екі баласы шұңқырға түсті. Арулап екі жағынан екеулеп ұстады. Еңкейіп қабірдің ұяшығына денені қойғалы жатқан. Шыңғырып екеуі де атып шықты. Әкесінің мәйіті құлады да қалды. Жұрттың бәрі не болды деп шулап кетті. Қабір іші тола, құжынап жатыр жыланға, деді балдары. Қорыққандарынан түстері өзгеріп кеткен. Үрпейісіп қалдық. Бір уақытта қабірге молда түсті. Күбірлеп жатыр. Еміс-еміс естідім. Әй, қабір иелері, мәйітті қинау сендердің міндеттерің. Біздің міндет жерге тапсыру, орындауға рұқсат беріңдер, деді. Солай рұқсат сұрап еді, жылан біткен қабырғаға қарай ығыса кетті. Ағамыз мүрдені қабір ішіне қойды. Енді мәйіт жатқан ұяшықты кірпішпен жабу керек. Көмекке мен түстім. Арғы әлем мен бергі әлемнің арасын жауып жатқандаймыз. Арғы беттен қырш-қырш еткен дыбыстар естіледі. Тісің қышырлап, денең шымырлайдай. Анау дыбыстарды естісең, бойың тітіркенеді. Зәрем зәр түбіне кетті. Қайтып келеміз. Жанымдағы әлгі молда кісінің 3 кейіпкер туралы айтқан хадисі есіме түсті. Кәззап патша, яғни өтірікші патша. Тәкәппар кедей. Сосын зинақор шал. Міне, осы үшеуі Алланың мейірімінен мақұрым қалатындар, деді. Көзіме жас келді. Өзімді ойладым. Өзімнің достарымды ойладым. Көбіміз үйленгенше қызға барып қалайық деп жүреміз. Үйленеді. Көзді ала бере левый жүретіндерін қоймайды. Яғни қанына сіңіп кетеді. 40-қа келгенде қоям дегенде сылтау болып қалады. Ақыры хадистегідей зинақор шал болады. Ал оған енді хадистің үкімі жүреді. Барлығымызды Алла қайтарған істен сақтасын. Нұрбек Бекбау.